Қайырлы кеш достар, құрметті ата-аналар, сіздерге айтарым, үйлеріңізде үйленбеген балаларыңыз, қыздарыңыз болса, қашан үйленесің, қашан тұрмысқа шығасың деп мазасын ала бермеңіздер. Өйткені ол бала іштей өзі сол нәрсені уайымдап жүр. Ол өзінің жүрегіне, жанына батып жүр. Сіз оны аласыз да қайта-қайта сұрау арқылы, есіне салу арқылы жүрегін жаралайсыз. Яғни майға от құйғандай боласыз. Сондықтан оны айта беріп керегі жоқ. Алланың дегені болады, Алланың бұйырған күні үйленеді, тұрмысқа шығады. Сондықтан біз оны қайта-қайта айта бермеу керекпіз. Ол бала өзін іштей кінәлі сезінбеу үшін. Немесе кейбір жігіттер мен қыздар ата-анам үйлен деді, ата-анам күйеуге шық деп айтты деп, жаңағы солардың айтқанын істеймін деп, аяқ астынан ойламаған жерден біреуге күйеуге шыға салады, немесе үйлене салады. Оның арты жақсы болмайды. Себебі ол жерде махаббат болмаған. Ол жай ата-ананың қалауын жасаған болып шығады. Сондықтан осы жайлы жақсылап ойланыңыздар. Сіздермен болған Гүлзира Әлбайқызы.